Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен пиццериядағы пиццадан да өте дәмді ерекше болып шығатын тауық етімен пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен тауықтың төс етін жуып тазалап аламыз және де мариновка жасаймыз. Мариновка жасау үшін бізге тұз, сладкий паприка, чеснок және де зәйтүн майы қажет болады. Барлығын бір ыдысқа салып, араластырып, барлық жеріне тигенше жағып шығамыз. Және де бөлме температурасында 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Қызыл паприканы және де кез келген приправаны базардағы килограммен сататын жерлерден алсаңыздар выгодно, еще табиғи болып табылады олардың барлығы. Міндетті түрде стаканчикпен сол жерден алыңыздар. Осылай 1 сағатқа қалдырамыз. Мариновкамыз дайын болғанша духовкамызды 180 градусқа қыздырып алып, фольгаға екі жағынан осылай жауып, 30 минутқа духовкаға жібереміз. 30 минуттан соң фольгасын осылай ашып тастаймыз және де 5-10 минутқа тағы да салып аламыз, беті қызарып шығуы үшін. Мінекей біздің тауық етіміз дайын, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Қамырымызды осылай жайып аламыз. Қамырымыз өте жұқа болады және де 3 ас қасық соусын құйып аламыз. Соустың және де қамырдың рецептісі менің YouTube арнамда бар. Міндетті түрде өтіп қарап шықсаңыздар болады. Және де моцарелла сырын саламыз. Моцарелла сырын өте сапалысын пайдалансаңыздар, сырларыңыз сіздердің созылып шығатын болады. Және де үстінен туралған тауық етімізді саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша цветофор болгарскийін және де қуырылған саңырауқұлақ салып шықсаңыздар да болады. Осылай шеттеріне узор беріп шығамыз және де алдын ала қыздырылған 200 градустық пеште асты-үстін қосып 10 минут пісіріп аламыз. 10 минуттан артық ұстамаймыз. Мінекей біздің өте дәмді пиццаларымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар.